Фильмнің басында бір көлік жол бойымен қатты жылдамдықпен жүйткіп, артынан полиция қуып келеді. Содан кейін оқиға 24 сағат бұрынғы уақытқа шегінеді. Брайан сот сараптамалық бухгалтер, жақында ғана Эмилиге үйленген. Қазір ол лакросс ойынын жаттықтырып жүр, ал оның өгей ұлы Лукас та сол командада ойнайды. Лукас нашар ойнағанымен, Брайан оны командаға қосып қояды. Бұл басқа балалардың ашуын келтіреді. Ұялып қалған Лукас, мен ойнамасам да болады деп ұсыныс айтады. Бірақ Брайан оны жігерлендіріп, бұл оның спортты фильмдердегідей қаһармандық сәті болуы мүмкін екенін, бәрі баяулап, қаһарман жеңіс добын соғатын кез екенін айтады. Шабыттанған Лукас алаңға қайта жүгіріп шығып, допты қағып алады да, бәрі баяу қозғалыста болғандай алға ұмтылады, бірақ қарсыластары оны құлатады. Кейін Эмили күрсініп, Брайанға Лукасқа лакросс немесе жалпы спорт ұнамайтынын, оның биде көбірек қызығатынын айтады. Бірақ Брайан бұл өзімен әкесі арасындағы байланыстың жолы болғанын айтып тұрып алады. Эмили оған Лукасқа уақыт беру керек екенін жұмсақ түрде жеткізеді. Ол ақырында оған үйреніп кетеді дейді. Содан кейін Брайан Лукасқа қарауға барады, бірақ оны сыныптастарының мазақтап жатқанын көреді. Брайан ашуланып, ішке кіріп келеді, бұзақыларды қорқытып, егер тағы да ұлына тиетін болса, оларды сабап тастайтынын айтады. Сол балалардың бірі оған қарсы шығады. Брайан жалған батылдық танытып, өзі де солай істер еді, бірақ кешкі асқа тапсырысым бар деп кетіп қалады. Сыртта Брайан қайта кіріп, бұзақылармен сөйлесіп келейін деп ұсынады. Бірақ Лукас оған қажеті жоқ екенін, өйткені бұлар күнде мазақтайтынын айтып, үйреніп кеткенін жеткізеді. Брайан болған оқиғаны Эмилиге айтады. Эмили мектеп директорымен сөйлесуді ұсынады, бірақ Брайан бұл жағдайды одан сайын ушықтырады дейді. Лукас Тукаша атанып, бұдан да көп қысымға ұшырайды дейді. Ол бұл мәселені кейінірек шешеміз деп жұмысқа кетеді. Жұмысында Брайанның бастығы одан есеп-қисаттағы сандарды өзгертіп, басшылықтың қысымынан құтылуды сұрайды. Брайан бас тартады, соның салдарынан оны жұмыстан шығарып жібереді. Сол кеште ол бұл жаңалықты Эмилиге жеткізеді. Эмили сәл ойланып, бұрынғы заң фирмасынан әлі де ашық ұсынысы барын еске салады. Брайан таңырқап қалды. Ол Эмилидің үйде қалып, Лукасқа қарағысы келгенін ойлаған еді. Эмили басын изеп, бірақ оларға табыс керек екенін, ал Брайан үйде отырып, Лукасқа жақын болуға мүмкіндік алатынын айтады. Брайан сенімсіздікпен қарайды, бірақ Эмили бұл уақытша ғана екенін сендіріп айтады. Келесі таңертең Брайан Лукас әлі үйде жүргеніне таң қалады. Лукас бұл мұғалімдердің қызмет күні екенін, мұғалімдер осы уақытта жаңа дағдыларды үйренетінін түсіндіреді. Лукас аш екенін айтқанда, тамақ дайындауды білмейтін Брайан оған аралық ашығуды ұсынады. Бұл денсаулыққа пайдалы дейді. Лукас әлі де аш екенін айтып, бәрі жақсы, өзі сэндвич жасап аламын дейді. Кейінірек, саябақта бір әйел Брайанға жақындап, өзін Лесли деп таныстырады. Қасында өздерін мама Машия деп атайтын тобы да бар. Брайан олар немен айналысатынын сұрағанда, Лесли балаларын тастап кеткен соң, әдетте челеске түскі аспен сусын ішуге баратынын түсіндіреді. Ол Брайанды бірге баруға шақырады, бірақ ол сыпайы түрде бас тартады. Сол кезде телефонына Лукастың джепстерекерінен хабар түсті. Оны Эмили Лукас адаса берген соң алған. Кейін кездесеміз. Жоқ, Брайан көрмейсің мені. Брайан Лукасқа барып, онымен бірге футбол лақтыра бастайды. Лукастың әлсіз лақтыруларына көңілі толмай, Брайан қасындағы басқа әке мен баланың ойынын бақылап, өзін көрсетуге тырысады. Ол Лукаске допты қаттырақ лақтырады, бірақ көп ұзамай әлгі ер адам да ойынға қосылады. Ол өзін Джефф деп таныстырып, Брайанға доп лақтырудың бірнеше кеңесін береді, бірақ Брайан өзі бәрін білемін деп тұрады. Джефф ишараны түсінбейді, ұлын CJ'ді шақырып, Лукаспен бірге ойнауға қосады. Джефф олардың балалары жақсы тіл табысып жатқанын айтады, бірақ сол кезде CJ көбелекті ұстап алып, оны жеп қояды. Джефф күрсініп, баласының аузына кез келген затты сала беретінін айтады. Ол Брайаннан сенің балаңда да сондай кезең болды ма деп сұрайды. Иә, ол бір жасында сондай болған. Брайан жауап береді. Брайан өзін таныстырады. Джефф бұрын әскерде болғанын айтады. Сол жерде оның Брай деген досы болған. Ол бірде Талибанның кесілген қолын пайдаланып, жарылғыш құрылғыны залалсыздандырған. Содан кейін Брайан досының соғыста қаза тапқанын сұрайды. Джефф жоқ деп жауап береді. Шын мәнінде ол Чипакледен шыққан соң фургонның астында қалып, жаншылып қалғанын айтады. Сосын Лукас әкесінен CJ'дің үйіне баруға болама деп сұрайды. Өйткені олардың ауласында Марк Руфалоға ұқсайтын ағаш бар дейді. CJ күшті бала. Ол менің худим керемет деп айтты. Брайан еріксіз келіседі.
Джефф қатты қуанып, CJ-мен бес берейік деп ұмтылады, бірақ CJ оны жұдырықпен ұрады. Брайан таңырқап қалады, өйткені Джефф ұлымен алысып ойнайды, ал ұлы күтпеген жерден мықты әрі агрессивті болып шығады. Джеффтің үйіне бармас бұрын, Брайан Эмилиге өздерінің орналасқан жерін және Джеффтің байланыс нөмірін жібереді, қауіпсіздік үшін. Үйдің ішінде Лукас Джеффтің әскери формадағы суретін байқайды. Джефф бұл суретте Брай және олардың командирі, арнайы жасақтың полковнигі Куртспен бірге түскенін түсіндіреді. Лукас таңданып қалады, бірақ Джефф миссияларынан сұмдық оқиғаларды күліп отырып айта бастағанда әсері басылады. Содан кейін Джефф кенеттен Брайанға қару кезенеді, бірақ ол тұзды қиюш болып шығады. Бір сәттен соң Лукас қайта оралады. Көзі бақырайып, Джеффтің қандай күшті әрі керемет екенін айтады. Брайан оған бұл генетика шыға дейді. Осындай денелі жігіттер әдетте ұзақ өмір сүрмейді деп күбірлейді. Кейінірек Джефф әйелі бірнеше ай бұрын қайтыс болғанын айтады. Брайан кешірім сұрайды, бірақ Джефф оған мән бермейді. Ол қауіпсіздік қызметінен жинаған ақшасы бар екенін, сол арқылы жаңа қалаға көшуге мүмкіндік туғанын түсіндіреді. Үйде отырып әке болуды бір көрейін деп ойлағанын айтады. Сосын Джефф Брайаннан сенің де әйелің қайтыс болды ма деп сұрайды. Брайан жоқ деп жауап береді. Ол әйелінің заңгер екенін, ал өзі бұрын сот сарапшы бухгалтер болғанын, бірақ жұмыстан шығып қалғанын түсіндіреді. Кежедің оғашқылығына қысқан Брайан Джеффтен баланың толық атын сұрайды, ал ол Кристофер Джефф жер жаңғақ майы сияқты ма деп жауап береді. Брайан сұрайды. Джефф басын изеп, әйелі сол жер жаңғақ майының маркасын қатты жақсы көргені сонша, ұлын соның атымен атағанын айтады. Кенеттен Лукас ішке жүгіріп кіріп, Брайанға бір ер адамның оларды бақылап тұрғанын айтады. Джефф балаларға тез арада түскі асқа баки чизге баратынын айтады. Мейрамханада Джефф Брайанға Құдайды қатты жақсы көретінін айтады. Себебі Киджи өзінің ең жақын досымен алғаш кездескенде, өзі де жаңа ең жақын досын тапқан еді. Алайда Брайан оған бәрі тым тез болып жатқанын, алдымен бір-бірін жақсырақ танып алғандары дұрыс екенін айтады. Брайан сөйлеп жатқанда Джефф оны тыңдамай, оларды бақылап тұрған былғары күртеше киген ер адамды байқайды. Джефф ойын билеттерін алып, оларды супер шылыққа айырбастайды, оны тиындарға толтырып, артқы бөлмеге бет алады. Ол дұрыс адамды таппай тұрып, қателесіп басқа біреуді ұрып құлатады. Қатты төбелес басталып кетеді, және Джефф басымдыққа ие болады. Ол әлгі адамды ұрып, мені қалай таптың деп сұрайды. Әлгі адам есінен танып қалады. Осы уақытта сыртта Брайанға жарнама үшін маскетпен суретке түсуге мәжбүр болады, бірақ оған бұл ұнамайтыны анық. Пицца кергенде Пио оған қызыға қарап, бұл не деп сұрайды. Брайан мен Лукас Кеджедің пиццаның не екенін білмейтініне таң қалады. Брайан, әкең сені ешқашан пицца жеуге апармаған ба деп сұрайды. Ки жай ғана, Джефф менің әкем емес деп жауап береді. Ол мені алып кетті. Таң қалған Брайан мейрамханадан кетпек болады, бірақ хостес оны тоқтатып, білезіге Киджедікімен сәйкес келмейтінін айтып жібермейді. Ол Киджеден Брайанды танисың ба деп сұрайды. Кидж, мен бұл адамдардың ешқайсысын танымаймын деп жауап береді. Сол сәтте Джефф маскотқа қарай ұмтылады да, бәрі қашып мейрамханада дүрбелең басталады. Сыртта Брайан Киджеден неге Джефф оның әкесі емес деп айтқанын сұрайды. Джефф сабырлы түрде, өйткені бұл шындық деп жауап береді. Кенет былғары күртеше киген ер адам мейрамханадан атып шығады. Джефф Брайанға көлікке отыр, дейді. Сол сәтте оқ атылады. Джефф көлікті айламен жүргізіп жатқанда, Брайан айқайлап, неге олар мені өлтіргісі келеді, дейді. Джефф жай ғана, өйткені олар сен білесің деп ойлайды деп жауап береді. Нені білемін? Брайан айқайлайды. Джефф балаларға құлақ қаптарын киіп, фильм көруді айтады. Сосын ол ер адамдардың CJ'дің соңына түскенін, өйткені оның баланы жаман адамдардан құтқарғанын түсіндіреді. Тас жолда Брайан жарнамалық тақтада жыпылықтап тұрған Amber Alert'ті байқайды. Джефф күрсініп, сенікі менікінен жақсырақ көрінеді дейді. Брайан Джеффке көлікті тоқтатуды талап етеді, полицияға қоңырау шалу үшін, бірақ телефонын баки чизде қалдырып кеткенін түсінеді. Дәл сол сәтте Эмили Брайанға қоңырау шалғаннан кейін Джеффтің телефонына хабарласады. Джефф қуана жауап беріп, Брайан ол туралы көп айтқанын жеткізеді. Эмили өзінің дауыс зорайтқыштай екенін білмей, Брайанға Джеффтің дауысы керемет екенін, Брайан айтқандай бір түрлі емес екенін айтады. Брайан жауап беріп үлгермей, тағы бір көліктің оларға жақындап келе жатқанын байқап, қоңырауды тоқтатады. Джефф көлікті шебер жүргізіп, қозғалыстың арасымен өтіп, қуғыншыларынан құтылады. Олар енді ғана тыныс алып үлгергенде, полиция көліктері оларды қуа бастайды. Сол сәтте қара түсті жол талғамайтын көлік патрульдік машинаны соғып жібереді. Алдарынан олар мама мафияны, Лесли мен оның аналар тобын кездестіреді.
Лесли телефонынан Amber дабылын көріп, басқаларға көлікті қоршап алуды бұйырады. Джефф Леслиді байқап, сыбырлап, ол әдемі екен, бауырым дейді. Мен оны өлтіре аламын ба, білмеймін. Лесли олына жүргізушіні, оны бұзақы деп атап, электрошокермен ұруды бұйырады. Джефф олардың көлігін соғып жібереді. Ал бала абайсызда өз анасын электрошокермен ұрады. Бірнеше сәттен кейін оларды қуып келе жатқан қара көлікті жүк көлігі жаншып тастайды. Бір сағаттан кейін Джефф көлікті тоқтатады, бірақ ол артқа қарай домалап кетеді. Брайан Джеффке көлікті ұстап алуды айтады, бірақ Джефф иығын қиқан еткізіп, бәрібір басқа көлікті ұрлауға тура келеді дейді. Әсіресе бұл көлік Amber дабылына ілінген соң. Брайан кетуді талап етеді, бірақ Джефф егер ол кетсе, әлгі адамдар оның да отбасының да соңынан түсетінін ескертеді. Ақыры Джефф сырын ашады. Әскерден шыққан соң, ол құпия нысанда күзетші болып жұмысқа тұрды, бірақ оның кімге тиесілі екенінде, ішінде не болып жатқанын да ешқашан білмеді. Оның жұмысы тек патрульдеу болатын, кейде кездейсоқ есірткіге тест тапсыруы керек еді. Онда көрген жалғыз басқа адам сақалды, Зак Галифианакиске ұқсайтын жігіт еді. Сондықтан Джефф оны Зак деп атап кетті. Ол сөзін жалғастырып, бірнеше апта бұрын нысанға жұмбақ бір сәлемдеме келгенін айтады. Джефф сәлемдемені сыртта қалдырғысы келмеді, сондықтан оны ішке алып кірді. Сол кезде ол есіктердің бірінің артынан дыбыс естіді. Сөйтіп өзін CJ деп таныстырған баланы тапты. Брайан Джеффке полицияға бару керек деп кеңес береді, бірақ Джефф келіспейді. Ол бұған дейін тырысып көргенін түсіндіреді. Ол CJ-ді алып барды. Полицияға баланың өзінікі емес екенін, бірақ біреудің баласы екені анық екенін және оны ұрлап алғанын айтты. Енді адамдар оларды іздеп жүр, бірақ полиция керісінше оны ұстауға тырысты. Осы уақытта балалар кәмпит дүкеніне кіріп, қантқа әбден тойып, сыртқа шықты. Дәл сол сәтте қара көліктер ауданға келіп жетті. Сол адамдар Брайанның ұялы телефонында алып, Лукастың гипострекерін пайдаланып, CJ-ді табуға тырысып жатыр. Лукас пен CJ әлгі адамдарды байқап қалып, қаша жөнеледі. Олар ақыры Лукасты мазақтаған балаларға тап болады. Бірақ бұл жолы CJ араласып, бұзақыларды оңай жеңіп шығады. Брайанға қайта оралсақ, ол Джеффтен әйелі қайтыс болды, және CJ оның ұлы деп өтірік айтқанынан басқа тағы неге өтірік айтқанын сұрайды. Джефф кідіріп, CJ-дің шын аты Кристофер емес екенін, және баланың толық аты жөнін өзі де білмейтінін мойындайды. Дәл сол сәтте олар қара көліктің жақында келе жатқанын байқайды. Джефф көлік ұрлауды ұсынады, бірақ Брайан келіспей, оның орнына ұлын құтқаруға жүгіріп кетеді. Кенет оқ атылады. Ер адамдар оқ жаудыра бастайды. Брайан тығылып жатқан Лукаспен және CJ-мен кездеседі. Лукас абдырап, Джефф қайда деп сұрайды, өйткені оларды шынымен қорғай алатын сол ғана. Дәл сол сәтте бір ер адам оларға қарай тапаншамен жақындайды. Кенеттен Джефф еш жерден пайда болып, әлгі адамды көлікпен қағып өтеді. Боп қашып құтылады, бірақ Брайан ер адамдардың оларды қалай үнемі тауып алатынын түсіне алмайды. Сол кезде оның есіне түседі телефоны. Ол ер адамдар DDPS арқылы телефонды бақылап жүргенін түсінеді. Ол тез арада Лукаске оны өшір деп айтады, әйтпесе оларды тағы да тауып алады. Лукас CJ-ге алғысын айтады, оны бұрын құтқарып қалғаны үшін. Алдыңғы орында Брайан Джеффке өзін жақсы әке сезінбейтінін айтады. Джефф келіспей, оның жақсы әке екенін айтады. Оның баласын қорғауға деген түйсігі бар. Ал Лукас оны шын жақсы көреді, ал CJ олай емес. Брайан өзі 20-сында, не 30-да бала сүйемін деп ойлағанын, бірақ олай болмағанын мойындайды. Сосын Құдай оның өміріне Эмилиді әкелді. Ол өзі айтқандай өзіне лайық емес адам. Брайан сөзін жалғастырып, Лукас оны алғаш рет әке деп атағанда, бұл дүниедегі ең керемет сезім болғанын айтады. Дегенмен кейде ол Лукасқа жас әрі сәнді әке лайық деп ойлайды. Джефф оған оның өзі де керемет екенін, әрі Брайан сияқты әкесі болғанын қатты қалар едім деп айтады. Брайан тамағын кенеп, Джеффке оларды ешкім білмейтін бір жерге апаруын сұрайды. Джефф оларды қарттар үйіне апарады. Сол жерде ол 4 жасында тастап кеткен әкесі Гордонды таныстырады. Гордон CJ-ге қарап, оны Джеффтің баласы деп ойлайды. Джефф оны түзетіп, CJ оның баласы емес екенін айтады, бірақ Гордон сенбегендей көрінеді. Сосын Гордон Джеффке әйелінен айырылған соң оны қалай бағып қағуды білмегендіктен балалар үйіне апарып тастағанын айтады. Ол жас болғанын, ақымақтық жасағанын және бәріне шамасы жетпегенін мойындайды, бірақ жылдар бойы Джеффтен хабарын үзбей бақылап отырғанын айтады. Джефф CJ-ге қарап отырып, баланың өзіне қатты ұқсайтынын байқап, бірте-бірте CJ шынымен оның баласы болуы мүмкін деген таңғаларлық ойға келеді. Брайан Джеффтен баланың анасын кім деп ойлайтынын сұрайды.
Джефф ыңғайсызданып, ол кезде көп қызбен жүргенін айтып, кім екенін білмейтінін мойындайды. Қуанып кеткен Джефф CJ-ге бұрылып, екеуі керемет команда болатынын айтады. Сосын Джефф Гордонға қиындыққа тап болғанын айтып, біраз уақытқа балаларға қарап тұра ала ма деп сұрайды. Гордон бастатады. Көлікте Брайан Джеффке біреу оның баласын неге ұрлап, қамап қойғанын анықтау керек екенін айтады. Джефф иығын қиқан еткізіп, менен туған баланы кім алғысы келеді дейді. Әкемді көрдім ғой. Осы себепті әскерге барғанын, отбасы жылуын табу үшін қосылғанын түсіндіреді. Бірақ сонда да ол сәтсіздікке ұшырағанын айтады. Қызмет кезінде бала жанкештіге оқ атудан бас тартқанын еске алады. Оның командирі Курт ренжігенімен бәрібір оны мінсіз сарбазым деп атаған. Джефф ол мені қорғайтын дейді. Брайан, міне, бар мәселе осында, оларға біз әрдайым қастарында екенімізді сездіру керек деп жауап береді. Кейін түскі ас кезінде Брайан Джефф пен CJ-дің тамақты бірдей, мінсіз үйлесінде жейтінін байқайды. Қыздырып, ол Джеффтен бұрын өзі күзеткен құпия нысанда тағы біреуді есіне ала ма деп сұрайды. Кенеттен Джефф Закты есіне түсіреді. Брайан оны қалай табуға болатынын сұрайды. Джефф танысу қосымшасын қолдануды ұсынады. Зак бұрын профильдерін жасауға көмектесу үшін оған жиі келетін болғандықтан, Джефф жалған аккаунт жасап, Закқа хабарлама жібереді. Бірақ Зак тез аңғарып, оны бот деп ойлап, бұғаттап тастайды. Сондықтан Брайан Эмилидің суретін пайдалануға шешім қабылдайды. Ол өзін Эмили ретінде көрсетіп, Закқа хабарлама жібереді. Бірнеше әзілі қалжыңнан кейін Зак Эмилимен қонақ үй бөлмесінде кездесуге келіседі. Зак келгенде Джефф оны тұтқиылдан ұстап, байлап тастайды. Ол неге олар CJ-ді ұрлап, нысанға қамап қойғанын білгісі келеді. Зак жауап беруден бас тартқанда, Джефф оны суға тұншықтырамын деп қорқытады. Негізі басына суық су құяды, бірақ Зак бәрібір ештеңе айтпайды. Сосын Брайан басқа тәсілді қолданып көреді. Оны косметикалы саяхат жиынтығымен қорқытады. Зак күліп, ештеңе оны сөйлете алмайтынын айтады. Содан кейін Брайан үстелге бір бума ақша лақтырады. Бұл әдіс жұмыс істейді. Афры Зак CJ мүлде Джеффтің ұлы емес екенін айтады. Ол Джеффтің клоны екен. Зактың айтуынша CJ-дің толық аты клон Джефф дегенді білдіреді. Зак оларға CJ Джеффтен күшті әрі ақылды екенін айтады. Брайан Зактан неге Джеффті клондағанын сұрайды. Жоқ, мен ешкімді клондаған жоқпын. Мен жай ғана бала күтуші сияқтымын. Сонда мұны кім істеді? Джефф кімнің атын атаудан бас тартқанда шамды алып, оны ауыстыруға дайын тұрады. Қорыққан Зак біреудің атын айтып шақырады. Саймон Меддокс. Брайан Джеффтің телефонынан есімді тез іздейді. Және Саймон Меддокстың Крини алқабынан шыққан миллиардер технологиялық магнат екенін анықтайды. Дәл сол кезде Брайанға Эмили қоңырау шалады. Ол тұтқаны көтереді, бірақ екінші жақтан ауыр тыныс алуды ғана естиді. Сосын телефон арқылы ол Эмилидің тікелей эфирде азық-түлік салып жатқанын көреді. Бір ер адамның дауысы Брайанға кішіді бермесе, Эмилиге зиян тигізетінін айтып қорқытады. Қоңырау шалушы оған координаттар жібереді. Брайанға сол жерге баруды бұйырады. Көлікте Джефф Брайанның Саймонның орнын тез тапқанына таң қалып мақтайды. Джефф оған бұрынғы жігерлендірген әңгімесі үшін алғыс айтып, енді CJ-мен бұрынғыдан да жақын бола бастағанын мойындайды. Мен ең жақсы әке боламын дейді ол сабырлы сеніммен. Олар кең бос алаңға келеді. Бірнеше сәттен кейін бірнеше қара көлік келіп, оларды қоршап алады. Брайан Лукасқа көлікке қайта отыруды айтады. Содан кейін Джеффке бұрылып кешірім сұрайды. Ол ер адамдар Эмилиді өлтіреміз деп қорқытқанын, сондықтан оларды осында әкелгенін мойындайды. Саймон көліктердің бірінен шығады, ал оның қол шоқпары CJ-ді сүйреп әкетеді. Алысқа. Джефф онымен қоштасуға рұқсат сұрайды, бірақ Саймон суыққанды түрде ешқандай эмоциялық байланыс орната алмайды деп айтады. Джефф бұған сенуден бас тартып, мұның бәрі бос сөз дейді де, CJ-ге оны жақсы көретінін айтады. Ол CJ-ді табатынына және бәрін достайтынына уәде береді. Сен ештеңе сезесің бе өзі? Сосын ол қолын жоғары көтеріп, бес бермек болады, бірақ CJ оған жауап бермей кетіп қалады. Дәл сол сәтте Лукас CJ-ге қарай жүгіріп келіп, оған өзінің худиін береді де, CJ-ді қатты құшақтайды, CJ-ді алып кетер алдында. Саймонның адамдарынан бірі Джеффке қаруын кезеп атуға дайындалады. Бірақ Брайан кенеттен үрейге беріліп, газды басып көзін жұмып тұрып, әлгі адамды қағып өтпек болады. Ол мүлдем мүлт кетеді. Көзін ашқан соң, ол Лукастан әлгі жігітті қағып түсірдім бе, әрі керемет көріндім бе деп сұрайды.
Лукас басын шайқайды. Брайан күрсініп, өзінің мүлде батылда, кереметті емес екенін мойындайды. Лукас жымиып, оны қандай болса, солай жақсы көретінін айтады. Брайан Джеффтен тағы да кешірім сұрап, кіжді құтқаруымыз керек дейді. Бірақ Джефф бұның бәрі бекер екенін, өйткені кіждің өзі құтқарылғысы келмейтін шығар деп тұжырымдайды. Дәл сол сәтте әлгі адамның күртесінен дыбыс шығады. Джефф қарап, Брайанның телефонын табады. Содан кейін Брайан Лукасына ескерткіштің қайда екенін сұрайды. Лукас оның жемпірдің ішінде екенін, CJ-ге сыйлаған жемпірмен бірдей екенін айтады. Брайан айқайлайды. Мен сен оны өшіріп тастадым деп ойладым. Мен солай істедім дейді Лукас. CJ, оны қайта осқан болуы керек. CJ-дің орналасқан жерін бақылауға болатынын түсінген, олар сигналдың соңынан ереді. Бірақ сигнал оларды Джеффтің ескі жұмыс орнына алып бара жатқанын біледі. Олар келгенде, Брайан Лукасты қауіпсіздік үшін көлікке қалдырады, ал ол Джеффпен бірге жасырын түрде кіреді. Брайан қақпадан ыңғайсыз түрде асып өтеді, бірақ сол сәтте Джефф келіп қақпаны қолмен ашып береді. Ішке кірген соң олар көбірек аумақты қамту үшін екіге бөлінеді. Брайан ақыры CJ-ді табады, ал Джефф одан да жаман нәрсеге тап болады. Тағы бір Джефф. Клондар шабуыл жасайды. Джефф бар күшімен күресіп, екеуін де жеңеді. Бірақ оларды тағы да басқа Джефф клондар бұрышқа қысып тастайды. Олар шығатын есікке қарай жүгіреді, бірақ есікке жеткен сәтте ол жабылып қалады. Сосын клондар оларға қарай жүгіреді, бірақ көрінбейтін өріс оларды тоқтатады. Ақыры екеуінде ұстап алады, бірақ Джефф жендетті ұрып, Брайанға қашып кетуге уақыт береді. Содан кейін жендет Джеффті Саймонға сүйреп апарады, ал оның жанында Джеффтің бұрынғы командирі, полковник Куртс тұр. Куртс оны жылы қарсы алып, Джеффті әрдайым ұнатқанын, бірақ оның бір кемшілігі жанашырлығын көтере алмағанын айтады. Джеффтің еріне көңілін қалдырған жалғыз сарбаз болмағанын түсіндіріп, сондықтан мінсіз сарбаз жасауды мақсат еткенін айтады. Сол кезде ол Саймонның керемет клондау зерттеуін тапқан. Куртс Джеффтен кездейсоқ есірткі сынақтары кезінде алынған дыңғыны пайдаланып, Джеффтің керемет физикалық қасиеттерін жасанды мойынсұнушылықпен біріктірген. Ол клондардың ешқашан шаршамайтынын, бұйрыққа қарсы шықпайтынын және ештеңе сезбейтінін мақтанышпен айтады. Ол арбалетті сыйға беріп, Джеффті өлтіруге бұйырады. Джефф сырға тік қарап тұрады. Оған ол машина емес екенін, екеуінің бірдей екенін айтады. Кіші кідіріп қалады да кенеттен бұрылып Саймонға атады. Аласапыран басталады. Джефф пен Пши қатарласып шайқасады. Қалған клондарды жойып жатқанда Куртс қару алып, оны Джеффке бағыттайды. Бірақ ол оқ атып үлгермей тұрып, Брайан көлікпен тасылдап кіріп келеді. Ол тағы да зұлымды көлікпен қағып өтпек болады, бірақ мүлт кетеді. Тауда. Брайан Лукасқа мен ана кісіні қағып өттім бе? Бұл жолы керемет көріндім бе деп сұрайды. Лукас жымиып, иә, расымен солай болды дейді. Нағыз мықтысың. Шаң басылған соң Джефф Кэджеға жақындайды. Дес берудің орнына Кэдже оны құшақтайды. Олар бәрі бірге мекемеден қашып шығады. Ал Джефф жарылғышты іске қосып, арттарындағы бүкіл ғимаратты жарып жібереді. Бірнеше аптадан кейін Джефф Брайанның үйіне келеді, есікті жай ғана қағады. Брайан есікті ашқанда Джефф біреу оның үйін өртеп жібергенін айтады. Брайан бірден, бұл Саймонның адамдары ма деп сұрайды. Джефф басын шайқайды. Жоқ, бұл жолы басқа жаман адамдар, бірақ уайымдама, бәрін түсіндіріп беремін.